10-шы сынып Дүние жүзі тарихы пәні. 15-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы өркениет әрекеттестігінің сауда-экономикалық аясы. Мақсаты: әлемдік экономика дамуындағы халықаралық ұйымдардың рөлін анықтайды. 19-шы ғасырда әлемдік сауда рөлінің өсуі индустриалды елдерді халықаралық деңгейде кеден салығын шектеу мақсатында құруға мәжбүрледі. 1929 жылы кенеттен басталған әлемдік экономикалық дағдарыс пен кейбір дамыған елдердің шетелдік импорттарға жоғарғы баж салығын салу арқылы ішкі нарығын тікелей қорғау жолымен дағдарысты еңсеруге әрекет жасауы өсіп бара жатқан сыртқы сауда саттықта ұлттық реттеу қажеттілігін көрсетті. Дүниежүзілік сауда ұйымы жұмысы мынадай басты негіздерге құрылған: тең құқық, өзара келісім, қолданыста болатын міндеттерді құру, қорғаныс клапаны. Бүгінгі таңда бұл ұйымға Қазақстан Республикасын қосқанда 164 мемлекет мүше. Халықаралық валюта қоры Біріккен ұлттар ұйымының валюталық қаржылық мәселелері бойынша бұл қор 1945 жылы 27 желтоқсанда құрылды. Өз қызметін 1947 жылы 1 наурызда бастаған халықаралық валюта қорына бүгінде 189 мемлекет мүше. Қор мемлекеттің төлем балансы тапшы болған кезде қысқа және орта мерзімді несиелер мен қамтамасыз етеді. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымының мақсаттары: ұйымға қатысушы елдер арасында мұнай табысына байланысты қызметтер үйлестіру мен ортақ саясатты әзірлеу, мұнайдың бағасының тұрақты болуын қадағалау, тұтынушыларға мұнайдың тұрақты жеткізілуін қамтамасыз ету, мұнай саласындағы инвестицияларды өндіру. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 2001 жылы Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей мен Тәжікстан және Өзбекстан бірігіп негізін қалаған халықаралық ұйым. 2017 жылы бұл ұйымның құрамына Үндістан мен Пәкістан тең құқылы мүше болып енді.
сауда-экономикалық саладағы ұйымның басты мақсаты экономикалық ынтымақтастықты дамыту, энергетикалық серіктестікті арттыру. Келесі бізде Еуразиялық экономикалық одақ. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1994 жылы 29 наурызда Ресейге жасаған сапарында Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде болып, біртұтас экономикалық кеңістік пен бірлескен саяси қорғаныс негізін қамтыған Еуразиялық одақ қалыптастыру идеясын алғаш рет айтты. Ұйым 2015 жылы 1 қаңтарда күшіне енген Еуразиялық экономикалық одақ жөнінде келісім шартқа сәйкес құрылған аймақтық экономикалық интеграцияның халықаралық ұйымы. Ұйым құрамына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан және Ресей енді. 2015 жылдың 21 шілдесінде Сирия ұйымға мүше болуға өтініш білдірді. Енді оқушылар, сіздермен сабағымызды әрі қарай тереңдету мақсатында тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма. Кестені толтырыңыз. Әлемдік экономиканың дамуындағы халықаралық ұйымдардың қызметін сипаттап, рөлін анықтаңыз. Сіздерге 3 шақты кесте берілген. Кестенің бірінші бағытында халықаралық ұйымдар атауы. Екінші бағытында қызметі, әлеуметтік экономикалық дамуындағы рөлі. Тапсырманы мұқият орындаймыз. Тапсырманы орындап болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Екінші тапсырма. Сызба нұсқаны толтырыңыздар. Халықаралық сауданың жағымды және жағымсыз жақтары. Тапсырманы орындап болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Кері байланыс. Бағдаршам әдісі арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс жүргіземіз. Мен тығырыққа тірелдім. Ештеңе түсінбей қалдым. Қызыл түсті таңдаймыз. Мен түсінемін, бірақ барлығын емес. Сары түсті таңдаймыз. Мен жақсы түсіндім және басқаға да түсіндіре аламын. Жасыл түсті таңдаймыз.